Саламатсыздар балалар. IELTS listening 11-ші сұрақтан бастап көбінесе келеді міндетті түрде. IELTS listening map деген болады. Map дегеніміз карта. Картамен карта туралы айтады. Мысалы, осындай картаны сипаттайды ғой, соның ішіндегі бұрышта, жанында, сол жағында, ортасында, екеуінің арасында деген сияқты сөздерді табу керек. Енді мына жерде картамен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде north дейді, солтүстік, south оңтүстік, east шығыс, west батыс, осы нәрсені бақылау керек. Сосын осы жерде картадағы жаңағы сипаттай алу керек. Енді осы карталарға байланысты сөздіктер мына жерде берілген. Бірінші сөз мына не дейді. Не деген ол жанында, бір нәрсенің жанында. Мысалы, ручка, мына бір ручка қағаздың жанында тұр деген сияқты. Не? In front of, алдында дейді. Ненің алдында? Мысалы, мына жерге қарайық. Ресепшннің алдында не тұрады? Есік тұрады. Кіреберіс жерде есік, міне. Ресепшннің алдында кіреберіс жерде есік. Міне сипаттайсың. In front of the reception, in front of entrance деген сияқты. Есік кіреберістің алдында reception бар, алдында деген сияқты. Одан кейін next to дейді. Next to жанында дейді. Мысалы, where do you live дейді. Сен қай жақта тұрасың дейді. Мен айтам, I live in village, қалады майдантал. Next to, міне, next to деген сөзді қолданып. Next to city Түркістан деп отыр ме? About 70 километр. Жан Түркістан қаласының жанында шамамен 70 километр жерде деп отыр. Next to деген жанында. Енді beside дейді. Beside тоже жанында, бірақ besides деген сөзбен шатастырмау керек балалар. Besides деген сонымен қатар деген сөз екен. Beside деген тоже жанында дейді. Мысалы, сен қайдасың десе, мектептің жанындамын десе, I am beside the school, осындай мектептің жанындамын. Across from дейді. Қарама қарсы тұру дейді. Мысалы, мына жерге қарай картада. Не жерде қарама қарсы? Sitting areaға мына outer courts қарама қарсы тұр. Мына sitting area across from outer courts. Осыған қарама қарсы деген сөз. Across from деген бетпе-бет, қарама қарсы деген. Between дейді. Between арасында деген сөз. Мысалы, мына жерде pool, swimming pool. Бассейн ненің арасында тұр? Бассейн reception мен gymның арасында. The pool between the reception and the gym. Екеуінің арасында тұр. Between деген сөз кетті. Енді turn right дейді. Turn right деген оңға бұрыл. Turn деген бұрыл, right деген оңға бұрыл деген сөз. Енді turn left деген, turn бұрылу, left дегенде сол жақ, сол жаққа бұрылу. Go straight on дейді. Түзу жүре бер дейді. Түзу жүре бер деген сөз. Go straight on деген. Travel north west дейді. North деген солтүстік, west деген батыс. Солтүстік батысқа қарай жүр дейді. Go past дейді. Өткеннен кейін. Бір нәрседен өткен екен. Мысалы, I go past the hospital. Больницадан өткеннен кейін деген сияқты. Facing жаңағы қарама қарсы, жүздесу деген сияқты. Енді in the middle деген, in the middle ортасында деген сөз. In the middle. Енді ненің ортасында? Pool ненің ортасында тұр? Changing room мен sitting room ареяның ортасында не тұр? Pool тұр. Зданияның ортасында pool тұр. Ортасында деген, pool деген. In the middle деген ортасында деген. Center of деген тоже ортасында деген сөз. Центрінде деген сөз. Behind бір нәрсенің артында тұр. Мысалы, gym ненің артында тұр? Gym гимнастика жасайтын. Swimming pool'дың, яғни шомылатын бассейннің артында тұр. Behind артында тұр. Көрдің ба? Енді тағы between дейді. Between айттым арасында. Next to деген жанында. Next by тоже жанында. In front of ол алдында, қарама қарсы тұрған деген сияқты. Енді картаны сипаттайтын болса. The entrance is in front of reception desk. Entrance деген кіреберіс, қарсы. Неге қарсы? Алдында бетпе-бет тұр. Ол неге? Receptionге. Екінші, reception desk. Reception desk is facing the entrance. Receptionның есігі кіреберіске қарама қарсы тұр дейді. The pool дейді. Pool тауып аламыз. Pool деген бассейн ғой. Is in the center of the sports center. Яғни центрінде орналасып тұр дейді.
Төртінші, the gym is behind. Міне gym, гимнастика, behind ненің артында тұр? Poolдың артында тұр. The pool is between. Pool ненің ортасында тұр? Reception мен gymның ортасында тұр. Reception and the gym. The sitting area next by. Sitting area тауып аламыз. Sitting area next to дейді. Next to ненің жанында дейді? Outdoor courts. Осының жанында тұр екен. Міне. Жақсы балалар, осымен бұл мап өте көп күрделі карталар. Бұл ең жеңіл қарапайым карта. Бұдан да күрделілері бар. Алдағы listening сабақтарда түсіндіретін боламын.